Менің мектебім менің мақтанышым. Неге десеңіз, заманауи талаптарға сай, терезесі тең білім ордасы. Мектеп ұстаздарының арқасында, түлектерінің білімділігі мен шығармашылығының нәтижесінде мектебіміз алдыңғы қатарда келеді. Менің мектебім білімділер мектебі. Қазіргі таңда инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып, сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізу мақсатында сабақтарымызда көптеген жаңашыл технологияларды қолданамыз. Оның ішінде саралап деңгейлеп оқыту технологиясы оқушылардың инновациялық қабілеттерінің қалыптасуына ықпал етеді. Иллюстрациялы түсіндірмелі оқыту технологиясы негізінде оқушылардың адам, қоғам, табиғат үйлесімдік бағыттағы дүниетанымдарын және жүйелі саналы мәдениетін қалыптастырамыз. Ал модификациялық инновация әдісі бұрын қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен айналысса, комбинатарлық модификация бұрын пайдаланылмаған белгілі әдістеме элементтерін жаңаша құрастырады. Осы әдістерді мектебімізде кеңінен қолданамыз. Сондықтан әртүрлі оқыту технологияларын оқу мазмұны әрбір білім алушының жас және жеке дара психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдаймыз. 2012 жылы номер 58 жалпы білім беретін орта мектебінде эксперимент сыныптар ашылды. Осыған дейін мектебімізде 495 оқушы білім алса, қазіргі таңда 1085 оқушы білім алады. Осындай оқушының біздің мектепке келу себебі толық күнді даму сыныптарының ашылуы. Толық тоқтала кетсек, бастауыш сыныптарында түске дейін негізгі сабақтар өтілсе, түстен кейін қосымша үйірмелер өткізіледі. Бастауыш сыныбын аяқтаған түлектер 5-ші сыныпта кадет және алия сыныптары бойынша оқуларын жалғастырады. Кадет және алия эксперимент сыныптарының негізгі мақсаты оқушылар бойында патриоттық сезімді оята отырып, рухани жаңғырған тұлғаны қалыптастыру. Бастауыш сынып түлектеріне кадет және алия сыныптарына баулу арқылы болашаққа үлесін қосатын, білім нәрін сеуіп жатқан өнегелі ортаны басқара алатын, алға жетелеп отыратын тұлғаны тәрбиелеп шығаруда біздің мектебіміз үздіксіз еңбек етуде.